Қайырлы күн, менің құрметті көрермендерім. Мені арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Ляззат. Достар, сіздер нутелла шоколадын үй жағдайында жасауға болатынын білесіздер ме? Мен бұрын балаларыма сатып алып беріп жүрдім. Бағасы қымбаттау. Содан соң арзандау түрін алған болатынмын, бірақ балаларым ұнатпай нутелла шоколадын сұрады. Содан соң мастер-класс арқылы үй жағдайында жасауға кірістім. Өзімнің ойлағанымдай өте дәмді, керемет болып шықты. Балаларға нанға жағып жеуге де ыңғайлы. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Сондай-ақ менің каналымда көптеген қарапайымды, қолжетімді рецепттер бар. Барлығы тексерілген мастер-класстан алынған. Каналымды жоғалтып алмас үшін арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Рецепттің сілтемесін видеоның соңына қалдырамын. Маған қажетті 200 грамм сүтімізге қант қосып, және де какао қосып, қасықтың көмегімен араластырып жібереміз. Одан соң блендер арқылы жайлап араластырамыз. Сұйық майды бірден қосып жібермеңіздер, осылайша жайлап отырып қосатын боламыз. Егер бірден қосып жіберсеңіздер, шоколадымыз дұрыс шықпай қалады. Достар, менің каналымда көптеген қарапайым қолжетімді рецепттер бар. Менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Және де сіздердің де рецепттеріңізбен менімен бөліссеңіздер болады. Мен өзіме ұнаған рецепті сіздерге жасап көрсететін боламын. Барлық видеоның рецептісі описаниеде жазылып тұр. Описаниеден қарасаңыздар болады. Мінекей біздің шоколадымыз қоюланып келеді. Өте дәмді болып шықты. Бұл шоколадтың артықшылығы бір жағынан арзандау болады, екінші жағынан химикатсыз. Балаларға кез келген уақытта жасап бересіздер. Тоңазытқышқа салғаннан кейін біздің шоколадымыз одан сайын қоюланып, дәмдірек бола түседі. Дайын болған шоколадымызды тоңазытқышқа салып қойдым. Видеоны қарағандарыңызға көп рахмет. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.